Құрметті оқырман, Өмір-ай каналынан басқа да қызықты, әсерлі әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, лайк басып, пікір қалдырып тіркеле кетіңіз. Бала күнімде бәріміздің үйімізде бір жылылық бар еді. Әкем жұмыстан келгенде, анам ет асып, біз улап-шулап күтіп алатынбыз. Сол кездердегі отбасылық тыныштықты мен кейіннен сағына бастадым. Менің атым Айсұлу, қазір 36-дамын. 2 балам бар. Бірі 9-да, екіншісі 12-де. Күйеуім Ардақ, онымен үйленгенімізге 13 жылдан асты. Алғашқы жылдары бәрі жақсы болатын. Бір-бірімізді сүйіп қосылдық. Бірақ жылдар өте не өзгерді, өзім де түсінбей қалдым. Ардақ бұрынғыдай емес. Үйге кеш келеді. Телефонын тығып жүреді. Үйде отырып көзіне тура қарамайды. Бұрын мені әр ісім үшін мақтап қолдап отыратын. Қазір керісінше не істесем де жақпаймын. Балалар да өзгерді. Үйдегі суықтық оларға да әсер етті. Ұлым тұйықталып кетті. Қызым үнемі мұңайып жүреді. Бір күні қызым маған қарап: «Мама, неге сіз бақытты емессіз?» деп сұрады. Сол сәтте жүрегім шым ете қалды. Бақытты еместігімді балада сезіп жүр. Не үшін өмір сүріп жүргенімді, не үшін осы отбасын сақтап келе жатқанымды өзім де білмеймін. Кейде бәрін тастап кеткім келеді. Бірақ балалар. Осыдан 2 жыл бұрын мен жұмысқа шықтым. Қаладағы супермаркеттердің бірінде кассир болып істеймін. Ардақ қарсы болды. Үйде отыр, балаларына қара деді. Бірақ мен оған қарап отыра алмадым. Себебі үйде отырып ішімде шер жинай беретінмін. Жұмысқа шыққаннан кейін ғана өзімді қайта тірілгендей сезіндім. Жұмысым ауыр емес. Бірақ адамдармен араласқан соң өзіңді тірі адамдай сезінесің. Үйде бәрі салқын. Ардақ өзімен өзі. Түнде үйге келсе де үндемейді. Бір күні ұялы телефонынан бір қызбен жазысқанын көріп қалдым. Жай әріптесім деді. Бірақ жүрек алданбайды екен. Көзқарасынан-ақ бәрі белгілі болды. Мен онымен сөйлестім. Ашық. Не үшін менімен өмір сүріп жүрсің? Қаласаң, кетте қал. Балалар екеуміз тірі қаламыз дедім. Бірақ ол үндемеді. Сол үнсіздік мені өлтірді. Ашық жау емес, тасада жатқан суық тыныштық жаныңды жегідей жейді екен. Кейін бәрін өзім шешуге бел будым. Психологқа бардым. Жасырмаймын, алғашында ұялатынмын. Қазақ қыздары ондайға бармайды деп ойлайтынмын. Бірақ қателесіппін. Психолог маған бір нәрсені түсіндірді. Сіз бақытты әйел болмасаңыз, балаңыз да бақытты болмайды. Сіздің жан дүниеңіздегі күйзеліс балаға да әсер етеді деді. Сол күннен бастап өзімді қайта тәрбиелей бастадым. Ардақ өзгермеді. Бірақ мен өзгердім. Жұмыстан кеш келсем де, балаларымның көзінен үміт іздеймін. Олар маған сенеді. Сол сенім мені ұстап тұр. Кей күндері Ардақ бұрынғы қалпына келетіндей көрінеді. Үйге тамақ ала келеді, балалармен әзілдеседі. Мен іштей қуанып қалам. Міне, өзгеріп келеді деймін ішімнен. Бірақ ол күндер ұзаққа бармайды. Келесі аптада қайта суып кетеді. Кейде мені адам құрлы көрмейтіндей сезінемін. Ас үйде жүргенде мені елемей, теледидарға телміріп отырады. Бірде жылап тұрғанымды көріп, мүлдем назар аудармады. Бәрі сенің өзіңе байланысты деді де шығып кетті. Менде үн жоқ, тек көз жас қана. Қазір көп әйел осындай күйде өмір сүріп жатыр. Сырттай қарасаң бәрі жайнап тұрғандай. Инстаграмда күліп тұрған суреттер, отбасылық дастархан, шетелде түскен фотолар. Ал шындығында жүректе тыртық. Мен өзімде біраз уақытқа дейін сыртқа бақытты әйел кейпін кие жүрдім. Бірақ енді шаршадым. Шынайы өмірді мойындағым келді. Бір күні жұмыстан кейін әріптесім Жанармен сөйлесіп отырдым. Ол да күйеуімен 12 жыл тұрып, жақында ажырасқан. Кетсем, балаларым жапа шегеді деп ойлап 10 жыл шыдадым деді. Бірақ соңында байқадым, менің шыдауым балаларға еш жақсылық әкелмеді. Осы сөз менің жүрегімді қозғады. Сол түні ұйықтай алмадым. Ардақ бөлмесінде мен өзімше. Бұрын төсектес болып бір-бірімізге жақын болсақ, қазір әрқайсымыз өз әлемімізде. Біз тек бірге тұрамыз.
Бірақ біргеміз бе? Білмеймін. Таң ата мен балаларымды ояттым. Дастархан жайып қойдым. Қызымның шашын өріп беріп жатып, сен қандай сұлусың дедім. Ол мәз болды. Кейде бір ауыз сөздің өзі адамды тірілтіп жібереді екен. Балаларымды мектепке шығарып салып, автобуспен жұмысқа тарттым. Көңілімде ауыр ойлар. Мен неге осылай өмір сүріп келемін? Сүймейтін адаммен бірге тұру дұрыс па? Ал сүйген кезде ол адам саған жүрекпен қарамайтын болса, ол қандай махаббат? Жанар маған психологтың нөмірін берді. Екінші рет бардым. Бұл жолы ішімдегінің бәрін ақтардым. Күйеуімнің суықтығы, менің жалғыздығым, балалардың тұнжырағаны, бәрін. Психолог. Сіз еркекке емес, өмірге тәуелдісіз. Өзіңіздің өміріңізді өзіңіз жасап көріңіз деді. Мен алғаш рет шынайы біреудің қолдауын сезіндім. Жан дүнием жылап тұрса да, үміт туа бастады. Сол күннен бастап мен жаңа шешімдер қабылдай бастадым. Жинақтау шотымды аштым. Кішкентай бизнес туралы армандай бастадым. YouTube-тан торт пісіруді үйреніп, демалыс күндері тапсырыспен жасап көрдім. Алғашқы тортты көрші келіншек алды. Өте дәмді екен, тағы тапсырыс берем деді. Менің жанарымда қуаныш ұшқыны жанды. Міне, өмір қайта тірілгендей болды. Тек бір іс, бір жетістік өзіңе деген сенімді қайтара алады екен. Үйге Ардақ кеш келді. Мен дастархан жайып, торттың жартысын үстелге қойдым. Балалар мәз. Ардақ тортты жеп көріп, «Мынаны сен жасадың ба?» деді. Мен бас изедім. Жақсы екен. Бітті, тағы үндемеді. Бірақ мен одан мақтау күтпеймін енді. Өзіме өзім сенем. Осы сәттен бастап менің жаңа өмірім басталды. Жұмыстан тыс уақытта YouTube-тан торт жасауды үйренуді жалғастырдым. Кешке дейін кассада тұрып, түнде ас үйде жаңа рецептерді пісіріп көріп жүрдім. Шаршау бар, бірақ көңілім тоқ. Бірде қызым Аружан келіп, «Мама, мен де сізбен бірге торт жасасам бола ма?» деді. Қуанып кеттім. Әрине, қызым. Сен менің көмекшімсің дедім. Сол сәтте алғаш рет шынайы бақытты сезіндім. Ардақ әдетінше үнсіз. Телефоны шұқылап отыр. Ерінбей өз әлеміне кіріп кеткен. Мен оны өзгертуге тырыспаймын енді. Өзгеретін менмін. Бір ай ішінде оннан аса тапсырыс алдым. Тіпті Instagram парақшамды аштым. Бастапқыда ұялып бетімді көрсетпей, тек өнімдерімді салдым. Пікірлер мен қолдаулар көбейе бастады. Жанар, өзіңді көрсет, батыл бол деді. Келесі видеода өзімде сөйледім. Даусым дірілдеді, бірақ көзім нық болды. Мен өмірге қайта оралдым. Балаларым да біртіндеп өзгеріп келеді. Аружан бұрынғыдай көңілсіз емес. Ағасы Азаматта футбол үйірмесіне жазылды. Мен олармен бірге серуендеуге шығамын. Ал Ардақ көбіне үйде болмайды. Достармен кездесем дейді. Не істеп жүргені маған енді маңызды емес. Маңыздысы менің тыныштығым. Бір күні ашық сөйлесуге бел будым. Ас үйде отыр едік. Мен, Ардақ, біз бірге тұрамыз, бірақ бірге емеспіз. Қаласаң кетейік екі жаққа. Балаларға жақсырақ болады дедім. Ол таңғалды. Мына өмірде саған не жетпейді? Сенде бәрі бар деді. Маған жан жылуы жетпейді дедім. Ол үндемеді. Қатты ашуланар деп едім, жай ғана басын изетте тұрып кетті. Сол түн мен үшін шешуші болды. Ол бөлмесінде жатты, мен балалармен. Жүрегім ауырып жатса да бір жеңілдік сезілді. Мүмкін бұл еркіндік шығар. Келесі аптада Ардақ анасына кетті. Кетерде тек бір сөмке алды. 1-2 күнде келем деді. Бірақ келмеді. Мен де іздемедім. Өмір өз арнасымен аға берді. Мен торт бизнесімді тіркедім. Сұлу кәк деп атадым. Тапсырыстар көбейіп кетті. Бір күні қаладағы кафе менімен келісім шартқа отырды. Енді менің торттарым қаладағы кофеханаларда сатыла бастады. Кішкене ас үйден басталған арманым үлкен іске айналды. Жанар мені бір шараға шақырды. Іскер әйелдер клубы ұйымдастырып жатқан іс-шара екен. Басқа аналармен таныстым.
Кейбірі күйеуінен ажырасқан, кейбірі жалғыз басты ана, ал кейбірі толыққанды отбасымен бірге. Бірақ бәрі өз күшімен өмір сүріп жатқан жандар. Ол жерде мен алғаш рет өзімді қоғамның бір мүшесі ретінде сезіндім. Кешке үйге келгенде балалар мәз болып қарсы алды. «Мама, сені теледидардан көрсеттік» деді. Сол сәтте менің көзіме жас келді. Мен өз жолымды таптым. Мен енді біреудің көңіліне қарап өмір сүрмеймін. Өз бағамды өзім анықтаймын. Балаларым да соны көріп өседі. Мен бақыттымын. Ардақ келсе де, келмесе де. Өмір тоқтап қалмайды. Ардақ кеткелі үйде бір тыныштық орнады. Қатты сөйлейтін, аяқ киімін шаңдататын, үйге келгенде бәріне бұйырып сөйлейтін еркек жоқ. Балалар да еркін жүре бастады. Мен олардан жасырмай бәрін айттым. Әкең екеуміз бөлік тұрып жатырмыз. Бірақ бұл сендерге деген махаббатымыз өзгерді деген сөз емес дедім. Азамат үнсіз тыңдады. Аружан келіп, «Мен сенімен болам, мама» деп құшақтап алды. Жүрегім елжіріп кетті. Бірнеше күннен кейін енем келді. Келетіні белгілі еді. Мен есікті аштым. «Сәлеметсіз бе, апа» дедім. «Балам келмей жүр. Сен шығардың ба үйден?» деді тіке. Ол өзі кетті. Мен ешкімді қуған жоқпын. Енем дауыс көтеріп сөйлей бастады. Әйел еркектің қас-қабағына қарамаса, не болады? Еркекті ұстай алмаған әйел емес. Мен тұрып, «Апа, мен өзімді жоғалтып барып, өзімді қайта таптым. Мен әйел ретінде өз құнымды енді түсініп жатырмын. Құн деп кететін болды бәрің. Бұрынғы әйелдер ше? Шыдады, өсірді, еріне қызмет етті. Олар шын бақытты болды ма, білмеймін. Бірақ мен балаларымның алдында өзімді қор қылып өмір сүре алмаймын» дедім. Енем үндемей қалды. Шай ішіп отырып, Ардақ кішкентайынан өзімшіледі. Бірақ сені жақсы көргені рас. Қазір кімнің сөзіне еріп жүргенін білмеймін деді. Мен оған да ренжімедім. Бәріміз адасамыз. Бірақ бастысы адасудан оралу. Ал Ардақ орала ма, жоқ па, оны уақыт көрсетеді. Сол аптада мен ютубқа алғашқы бейнеролигімді жүктедім. Қиындықты қалай жеңіп өмірімді өзгерттім деген тақырыппен. Бірнеше күн ішінде мыңдаған қаралым жинады. Түсініктемелерден көзіме жас келді. Мен де сондай күйдемін, рахмет сізге. Үміт бердіңіз. Жылап отырып тыңдадым. Сіз менің ішкі үнімді айтып бердіңіз. Сол кезде менің жолым тек торт пісіру емес екенін түсіндім. Менің сөзімде біреуге ем, біреуге тірек бола алады. Мен енді жай ғана Айсұлу емеспін. Мен мысалмын. Психологпен әлі де байланыстамын. Ол маған былай деді. Қоғамда әйел өзін тек күйеуінің жары, біреудің анасы ретінде ғана көреді. Ал шын мәнінде әр әйел тұлға. Осы сөз менің санамда жаңғырып тұр. Мен тұлғамын. Менің де арманым бар, жүрегім бар, ең бастысы таңдауым бар. Ешкімнің көлеңкесінде өмір сүргім келмейді. Жақында мені бір телеарна жеке кәсіпті нөлден бастаған әйел ретінде бағдарламаға шақырды. Сол эфирден кейін тапсырыстар 2 есе өсті. Мен көмекші іздей бастадым. Кезінде бірге оқыған, кейін балалы болып үйде отырған сандуғашты жұмысқа алдым. Ол да өмірден қажып жүрген еді. Мен сенімен бірге жұмыс істеп, өзімді қайта тапқандай болдым деді. Осы сөз менің жүрегімді жылытты. Мен енді бір ғана адам үшін емес, талай әйел үшін тірек бола бастағанымды сезіндім. Телеарнадағы сұхбаттан кейін мені мектепке, әйелдер клубтарына, тіпті аудандық форумға да шақыра бастады. Кейінгі кезде сіздің әңгімеңізден кейін күйеуіммен ашық сөйлесе алдым, көптен бері қорқып жүрген шешімді қабылдадым деген хаттар жиілеп кетті. Мен енді өзімді жай ғана ана немесе кәсіпкер ғана емес, қоғамның бір бөлшегі ретінде сезіндім. Азаматым да, Аружаным да өскендерін білдіре бастады. Бірде Азамат жаныма келіп, «Мама, мен сені мақтан тұтам» деді. Ішім жылып қалды. Мен енді ешкімнен қолдау күтпеймін. Өз қолым өз аузымда асырап отыр. Бір кездері жылап көзі жаудырап отырған әйелдің бойында қазір сенім мен сабыр бар. Ардақ болса бірнеше рет келіп балаларды алып кеткісі келді.
Мен қарсы болмадым. Балалар ортақ. Сен де әкесісің дедім. Бірақ бұл бәрі қайта басталады дегенді білдірмейді. Бірде ол маған: Айсұлу, сен мүлде өзгеріп кетіпсің. Бұрынғы жұмсақ, үндемейтін, айтқанға көніп отыратын әйел жоқ сияқты. Мен жай ғана жымиып қойдым. Бұрынғы мен өзімді жоғалтқан едім. Қазір өзімді таптым. Ол ойланып қалды. Ал енді бізге мүмкіндік беруге қалай қарайсың? Деді. Мен терең дем алдым. Бізде біз деген ұғым баяғыда жоғалған. Енді мен деген ұғым бар. Мен анамын. Мен кәсіпкермін. Мен тұлғамын. Сен де өз жолыңды тап. Ол үндемей бұрылып кетті. Сол түні мен ұзақ ойландым. Ардақ менің өткенім. Мен оны кешірдім. Өзім үшін кешірдім. Кек сақтамаймын. Тек енді өмірімді өзімше құра аламын. Инстаграм парақшамда әйелдерге арнап мотивациялық жазбалар бөлісе бастадым. Қыз-келіншектерге кеңес айдарын аштым. Ютубта «Әйел және өмір» атты подкаст бастадым. Алғашқы бөлім «Үнсіз әйелдің ішкі айғайы» деп аталды. Көп әйел жылап тыңдапты. Хабарламалар толастамай түсті. Мен енді өзімді тек өмірге бейімделген жан емес, өзгелерге ем беруші адам ретінде де сезіне бастадым. Сол кездері бір жеке оқу орталығы хабарласып, кәсіп бастауға ынталы аналарға семинар өткізіп бересіз бе деп ұсыныс жасады. Мен қуана келістім. Онда да басқа тағдырлар, басқа оқиғалар. Кейбірі күйеуінен зәбір көріп отырса да шыдайды. Кейбірі енесінің қысымынан қажыған. Бірақ бәрінде бір үміт бар. Сол үміт мені алға жетелейді. Кейде кешкісін балалар ұйықтағанда терезе алдына отырамын. Күн батады. Аспан қызарады. Мен үнсіз отырып өзіме ішімнен: Айсұлу, сен қолыңнан келді. Сен өміріңді өзгерттің. Енді тоқтама деймін. Күндердің күнінде Аружан мектептен келіп: Мама, мен өскенде сіз сияқты болғым келеді деді. Мен оның көзіне қарадым. Онда шынайы сүйіспеншілік пен сенім бар еді. Қызым, сен менен де биікке жетесің дедім. Бұл жай жұбату емес, шын сеніммен айтқан сөзім болды. Азамат та өзгеріп келеді. Ер балалар көбіне үнсіз болады. Бірақ бір күні оның ұстазы маған: Ұлыңыз өзіне сенімді, жауапты. Әкесінің орны сіздің жан дүниеңізден табылып жатыр деді. Көзіме жас келді. Себебі мен жалғыз басты ана болсам да, балаларымға тұлға ретінде қарап тәрбиелеп келемін. Менің күйеуімнен кеткенім олардан әкеңді алып кету емес. Мен олардың алдарынан жалған жылылықты алып тастадым. Енді олар шынайы мейірім мен махаббаттың не екенін біледі. Сұлу Кайк бренді менді өз дүкеніне айналды. Қаланың орталығында шағын, бірақ өте ыңғайлы кондитерлік дүкен аштым. Жанар мен Сандуғаш тұрақты серіктестерім. Тағы 2 әйел жұмысқа кірді. Олар да үйде отырған, қолдауға зәру жандар еді. Мен оларды жай жұмысқа алмадым. Оларға да жаңа өмір сыйладым. Жергілікті телеарнаның тағы бір бағдарламасында мені жылдың әйел кәсіпкері ретінде таныстырды. Сахнаға шыққанда жүрегім дүрсілдеп тұрды. Микрофон ұстап тұрып былай дедім: Бір кезде мен де көз жасымды жастыққа ғана төгіп, үнсіз өмір сүрдім. Бірақ үнсіздік бақыт әкелмейді. Өз дауысымды табу үшін мен өзімді жоғалтуым керек болды. Енді мен үнсіз әйел емеспін. Мен өмірдің дауысын жеткізушімін. Қатты қол шапалақтау болды. Сол сәтте мен шын мәнінде өмірімнің ең биік шыңында тұрғандай сезіндім. Кешке үйге келсем, балаларым дастархан жайып қойыпты. Торттың үстінде: Мама, біз сені жақсы көреміз деп жазылыпты. Сол сәт менің өмірімнің ең тәтті сәті болды. Ардақ туралы сұрайтындар әлі бар. Қайтып келмеді ме, бәрін ұмытып қайта қосылуға тырыспай ма? Мен тек жымиып: Ол менің өткенім. Мен келешекке қараймын деймін. Кейде өзіме хат жазып отырам. Сол хаттың бірінде: Қымбатты Айсұлу, сен жылаған түндеріңмен емес, күлімдеген таңдармен есте қал. Өмір саған екінші мүмкіндік берді. Енді өз өміріңнің бас кейіпкері бол, деп жазып қойдым. Енді мен өз өмірімнің сценарийін өзім жазып жүрмін.
Әйел әлсіз емес. Әйел берік. Әйел жаңа өмірдің бастамасы. Мен соны дәлелдедім. Және бұл тек менің емес, мыңдаған әйелдің үні. Сол үн енді ешқашан үнсіз қалмайды.